Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қарапайым кардоннан балабақшаға арналған дамытушы ойыншық жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай А4 форматты кардонымызды қиып аламыз. Оның үстіне дайын мен өзім салып алдым. Құстың суретін бастырып шығатын боламыз. Осылайша кардонға із түсіретін боламыз. Міне із түсті, енді соны карандаштың көмегімен бастырып айқындап алатын боламыз. Осылай бастырып айқындап аяғын салып жіберетін боламыз. Міне салып алдым. Енді осы суретті кәдімгі қарапайым краскамен бояп шығатын боламыз. Міне бояп шықтық. Енді кардонды жіңішке етіп қиып алып, кардонды қолымызбен майыстыра отырып жұмсартатын боламыз. Жұмсартып иілгіш ететін боламыз. Енді осыны ыстық кілейді жаға отырып, осылайша әр сызыққа жабыстырып шығатын боламыз. Бұл дамытушы ойыншық түстерге байланысты жасыл жеріне жасыл түсті, күрішті, сары жерге сары түсті, күрішті балалар салып ойнайтын болады.